guys, this is Miss Pal және де сіздермен бірге Juzzing YouTube арнасы. Бүгін мен сіздерге артикльдерді өмірімізде қалай оңай қолдануға болады түсіндіретін боламын. Let's get it started. Okay, артикльдер дегеніміз жалпы не? Қазақ тілінде бұл сөздердің баламалары жоқ, бұларды біз үнемі зат есімнің алдында қолданамыз. Мысалға, мен қызбын деп айтатын болсам, қыз деген сөз бұл де зат есім, яғни кім, не деген сұрақтарға жауап береді. Енді an дегеннен бастаймыз. An артиклі бұл сіз ең көп естіген артикльдердің бірі болуы мүмкін. Бұлар жалпы бір дегенді білдіреді. Яғни сіз бір зат туралы айтып тұрсаңыз, онда бір дегенді қолданасыз. Мысалға, сіз оқушымын деп айту үшін I am student дейтін едіңіз. Бірақ сіз бір оқушы болғандықтан сіз I am a student дейсіз. Тура сол сияқты she is a teacher. Себебі ол бізде бір мұғалім ғой, ол біз екі туралы адам туралы айтып тұрсақ, ол кезде артикль қоя алмаймыз. Яғни олар екі немесе көп болса, ол бір дегенді білдірмейді. Мысалға, бізде мына жерде көріп тұрғандарыңыздай a-ден кейін бұл бізде дауыссыз әріпінен басталатын сөз болып тұр. Сондықтан да біз a teacher дейміз. Ал егерде бізде осы артикльден кейін кездесетін сөз дауысты әріп болса, дауысты дыбыс болса, онда біз n дегенді қолданамыз. Бұлай түсінсеңіздер болады. Екі дауысты әріп, дыбыс бір уақытта келе алмайды. Сондықтан бізде екі дауыстың ортасын бөліп тұратын n әріпі қоямыз. I saw an old lady and a dog in the park. Яғни мен паркте бір кәрі әйел мен ит көрдім, біреуде. Екіншісі бұл бізде z деген көбінесе шатастырады, қашан қай кезде қоямыз деп ойлауларыңыз мүмкін сіздер, бірақ бұл да оңай, бұл сол дегенді білдіреді. Яғни біз бір нәрсе туралы айтып жатырмыз, бәріміз оның не екенін білеміз. Сол зат қоя деген сияқты. Бұл кезде бір зат, екі зат деп айтпаймыз, жалпылама сол зат. Мысалға, the children are in the garden. Яғни бұл жерде біз қандай балалар туралы айтып тұрғанымызды біліп тұрмыз. Сол балалар, олар бізде жаңағы өзіміздің бақшада жүр. Яғни қандай балалар, қандай бақша екенін білеміз. Және де әлемде немесе белгілі бір жерде ол бір ғана болса, онда біз оның алдына z қоямыз. Мысалға, бізде әр мемлекеттің бір ғана астанасы болады, сондықтан London is the capital of Great Britain дейміз. Тура сол сияқты the moon is beautiful today. Ай, бүгін әдемі, білесіздер ғой мағынасын. Келесі соңғысы бұл бізде артикль қойылмаса. Яғни қай кезде артикль қоймаймыз? Бізде жалпылама бір зат туралы general meaning, яғни жалпылама мағынада түсіндіріп айтатын болса, онда біз бұл жерге артикль қоймайды екенбіз. Мысалға, I don't like coffee. Маған сол кофе ұнамайды емес, маған бір кофе ұнамайды емес, жалпылама маған кофе ұнамайды. Тура сол сияқты. He doesn't speak English. Біз тілдердің сабақтардың алдында осындай артикльдерді қоймаймыз. Мысалы, мынаған қараймыз. Мына жақта I love music және де I love the music at the party болып тұр. Біріншісінде I love music деген бұл менде жалпылама барлық маған музыка ұнайды екен. Ал екіншісінде мен оның алдына z қойсам, маған сол музыка ұнады. Қандай музыка ұнады? Қай жақтағы? Вечеринкадағы, вечердегі маған музыка ұнады. Сонда маған мына жақта барлық музыка ұнайды емес, маған міне вечерде болған музыка ғана ұнайды екен. Сонда біз сол деп анықтап беріп тұрмыз. Екеуінің жалпы мақсаты айырмашылығы осыда екен. Сонымен достар, осы видеода біз жалпылама an, z және де no артикльдердің барлығын өткен болатынбыз. Енді мен қазір сіздерге осы жаққа сіздердің үй тапсырмаларыңызды беремін. Осы тапсырманы ең алғаш орындап, біздің Instagram аккаунтымызды белгілеп сторисіне салған алғашқы 3 адамға біздің курсқа 10% скидка жолдайтын боламын. Okay guys, that's all for today. Сіздермен бірге болған Miss Pal және де Juzzing YouTube арнасы. Бізге тіркеліп қойыңыздар және де үй жұмысын сторисқа белгілеуді ұмытпаңыздар. See you next time!